Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерменен өте дәмді, әдемі, әрбір дастарханға көрік беретін шығыс салатын дайындайтын боламыз. Рецепті жоғалтып алмас үшін өздеріңізге сақтап алыңыздар, немесе каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге ең алдыменен тауықтың төс еті қажет болады. Осылай ұзыншақ жұқарақ етіп турап аламыз. Бір келкі орташа көлемде етіп тураймыз. Ал енді етімізді маринадтауға кірісеміз. Ол үшін бізге бір тілше чеснок қажет болады. Жарты шай қасық тұз. Кукурузный немесе картофельный крахмал және паприка. Үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Және 20 минутқа маринадталуға қойып қоямыз. Кейін баклажанымызды алып, менде осындай үлкен баклажан болғандықтан біреу жетті. Осылай видеода көрсетілгендей үлкендеу етіп тураймыз. Баклажанымызды турап алған соң, 2 тілше чеснокты осылай үккіштен өткізе отырып қосамыз. Кейін жарты шай қасық тұз. Паприка, өздеріңіз көз мөлшерлеріңізге қарай қосасыздар. Базиликтан қосамыз, біраз қара бұрыш, үстіне май құйып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін осы баклажандарымызды 180 градуста қызып тұрған пешке 15 минут пісіріп аламыз. Енді салатымыздың келесі бөлігін турауға кірісеміз. Яғни болгар бұрышын, светофор бұрышты түрлі түсінен алсаңыздар әдемірек көрінеді. Осылай ұзынша етіп, соломка етіп турап аламыз. Келесі черри помидорларымызды осылай ортасынан бір бөліп шығамыз. Көк жуа, яғни көк пиязымызды да осылай ұзыншақ етіп тураймыз. Себебі салатымызға жақсы көрік беріп тұрады. Көкөністерімізді турап алдық. Енді етімізді табаға салып, орташа отта 5-10 минут шамасында екі жағын аудара отырып, араластырып отырып, яғни қуырып аламыз. Тауық еті тез пісетіндіктен 10 минуттан артық қуырмаймыз. Тауық етіміз қуырылып болған соң, біраз суытып аламыз. Және де үккіштен өткізіп, бір тілше чесногымызды қосамыз. Бетіне соевый соус және өсімдік майын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Міне осымен тауықтың төс етінен жасалатын шығыс салатымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі және де ерекше дәмді болып шығады. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, төменге комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.
Және алдағы уақытта менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Бүгінге осы, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Асем.